Бәріне сәлем, бүгінгі видеода сіздермен осындай ең оңай оверлоксыз тігілетін шопердің түрін тігіп үйренетін боламыз. Бізге осындай 4 деталь қажет болады. Бірінші деталь ол основной шопердің деталі, екеуі қолдары және де қалташасы. Мен шоперға осындай двухнитка матасын алдым. 1 метрі 1200 теңге. Негізі әр түрлі базарларда сата береді. Бұны қолданбай тұрып бір жуып алсаңыздар болады. Біздің детальдарды қайырып үтіктеу үшін осындай картон бумага қажет болады. Бірінші 1 сантиметрге, кейін 2,5 сантиметрге сызып аласыздар. Ең алдымен қолдарын осылай 1 сантиметрге екі жағынан қайырып, кейін бірге қосып үтіктеп аламыз. Ал қалташасын бірінші 1 сантиметрге, кейін тағы да 1 сантиметрге қайырып үтіктейміз. Основной детальдің екі шетін алдымен 1 сантиметрге, кейін 2,5 сантиметрге қайырып үтіктейміз. Міне барлық детальдарды әдемілеп үтіктеп алдық, себебі бізге қазір тіккен кезде оңай болу үшін. Ең алдымен матамыздың түсіне сәйкес машинкамыздың жібін жөндеп аламыз, кейін қолдарымызды тіге бастаймыз. Ең алдымен екі шетін 1 мм немесе 2 мм-ге тігіп шығасыздар. Қолдың деталінің ұзындығын бірдей қылып, артық жіптерін алып тастаймыз. Енді қалтасын тігуге кірісеміз. Үтіктеген жерімізден 1 мм-ге тігіп шығатын боламыз. Беткі жағын беткі жағына қаратып, 2 сантиметр кішкене төмен түсіріп, екі шетін тігіп шығамыз. Қырынан артық жіппен матаны қиып тастап, қалтамызды аударып аламыз. Енді шоперіміздің основной деталінің қақ ортасына қалташамызды қойып, сыртынан булавкамен қадап, қырынан 1 мм қалдырып тігіп шығамыз. Екінші жағында тура солай 1 мм қалдырып тігіп шығасыздар. Енді бізге қалташасы бар жағының тура ортасын тауып алу қажет. Кейін линейканың көмегімен 6 см солға, 6 см оңға булавканы қадап аламыз.
Енді осы қадалған булавкалардың сол жағына қолдарымызды қадап шығамыз. Асықпай, міндетті түрде закрепка қойып, тіге бастаймыз. Енді осындай әдістің көмегімен X әріпін тігіп шығамыз. Осындай әдіспен тіккеннің арқасында қолдары шоперда өте жақсы ұсталып тұратын болады. Екі қырын оверлоксыз обработка жасау үшін ішкі жағын ішкі жағына қаратасыздар. Енді шопердің қолдарын бір-біріне сәйкестендіріп, булавкамен қадап шығамыз. Екі шетін 1 сантиметрге тігіп шығатын боламыз. Екі шетіндегі артық мата мен жіптерді қиып тастаймыз. Енді шоперді аударып, тағы да екі жағын 1 сантиметрге тігіп шығатын боламыз. Міне шоперіміз де дайын болды. Екі жағын аккуратно әдемілеп, оверлоксыз обработка жасадық. Енді пардың көмегімен шоперімізді әдемілеп тұрып үтіктеп аламыз. Енді үстіне сурет салып шығамыз. Көктем болғаннан кейін осындай тематикадағы тюльпандар мен суреттерді таңдап алдым. Ең алдымен осылай набросктарын сызып шықтым. Краскілерге келетін болсақ, бұл матаға арналған Decola компаниясының краскілері жуған кезде мүлде кетпейді. Міне осындай шопер дайын болды. Егер сіздерге видео пайдалы болса, сіздерден кері байланыс күтемін. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті бірге дамытайық. Рахмет!